түсінсеші, бере алмаймын саған. Бере алмаймын саған ақшаны. Жағдайды көріп тұрсың ғой. Мұнайды алу үшін қанша ақша екенін білесің ғой. Өзің білесің ғой. Қатын күнде жылайды. Қыс түсіп келе жатыр. Мұнайды көтермесем білмеймін енді. Жағдайымыз мүшкіл. Балалар болса ауру. Әбеке, сенің балаларың ауру. Ал менің жалғыз немере қарындасым өлейін деп жатыр. Сенде ұят деген бар ма жоқ па, әбеке? Қайтарам дедім ғой, ақшаны қайтарам. Сен кімнің несін қайтардың? Осы апардың қыз ауру болса, неғып өзі келмейді? Әбеке, баласын тастап шыға алмады. Шеше жоқ қой оның, әбеке. Оны өзің де білесің ғой. Әбеке. Әбеке, құтқаршы. Егер де осы жол құтқарсаң, Сапар саған үйімді берем деді. Әбеке. Енді жақсы адамның жалғыз қуанышы. Әбеке. Әбеке, баласы өлейін деп жатыр. Құдайым-ай, жұрттың пиғылы не болып кеткен? Құдайыңды ұмытайын деген екенсің, әбеке. Әбеке, өтінем, жалынам, әбеке. Айналайын, әбеке. Екеуміз туысқанбыз ғой, әбеке. Құтқаршы, әбеке. Әбеке, жалынам, әбеке. Айғанымаш деймін. Құтқаршы, әбеке. Айғаныма, балалар шошытасың. Әбеке. Қанша керек? $300. Жынды ма мұның? Қаяқтың $300? Мен үй салайын деп жатырмын $300-ға. Сендерге сонша ақша мен не керек? Машина шақырту керек, әбеке. Ауданға дейін бензині бар. Аурухана, дәрі-дәрмек, бұның бәрі қып-қызыл ақша ғой. Не айтып тұрған түсінесің ба, әбеке? Берейін жарайды. Бірақ саған бермеймін, Сапарға берем. Туысқан ғой. Ол балалық кезде менің қарындасым құтқарып қалған, суға батып бара жатқанда. Туысқаншылық жасап, енді той қиын кезде қол ұшын берейін жарайды. Сен бара тұршы ана жаққа. Ана жерге. Қазір бәрі жатқаннан кейін алып шығам өзім. Бар ғой сен, бірақ не? Нан ұрсын деп айтшы. Нан ұрсын. Қайтарам деп айтшы. Қайтарам. Қайтарып берем. Анамның ақ сүті. Міне Құдай куә ғой. Әбеке. Әбеке, тек тезірек, а? Әбеке, уақыт жоқ, уақыт жоқ. Уақыт жоқ, әбеке. Келші. $500. Мың. Мың жарым. Мә. Кетейші. Түкіре бермесеңші, тамақ жеп отырмыз ғой. Pas. Azat, ақшаны қайдан алдың? Төңіректегі жұртың бәріне қарыз едік қой. Қайдан алғанда сен шатағың болмасын. Біз білеміз ғой. Ақшаны қайдан алатыныңды. Сен оған басымды қатырмасайшы. Ойнайсың ба жоқ па? Тыныш! Осы жерде немене? Жанжал шығарайын деп отырсың ба? Жоқ, мына жұртпен төбелесейін деп отырсың ба? Бүйте берсең бар ғой. Екінші мына табалдырықтан аттатпайым мен сендерді.
Azatcan, aynalayın. Otuldun koy. Енді үйіңе барсаң ша. Қайдағы жоқ сөмелекте сенің? Неге барлық ақшаны суырып әкеттің өзіңсің, а? Сөмелектеме, осындай әке бағаның өлгенің артық. Құрышар! Оңбағансың сен. Жапсын! Қайдан сұрағын сен оңбаған, қайдан кеттің, а? Қара көзіме. Өлтірем мен сені, өлтірем. Ақша жоқ дейсің бе? Балаларға тау жетін тамақ жоқ. Балаларды мен қалай асырайым? Қалай көңгелеміз свалыш? Оңбағансың, а? Әкесінің түрі мынау. Қайдағы жылмен жоқ сөмелектендерге бересің сен, свалыш. Қолыңнан бақта келмет. Қара көзіме. Тамақ болса жоқ, киім болса жоқ. Түкте жоқ балаларға. Көтіңе көңің аштыған мен сенің. Оңбаған. Балалардың сабағы болса келе жатыр. Етің киімің жоқ. Түкте жоқ біздің үйге. Көтіңді айрам мен сенің. Көтіңе көң аштыған мен. Алқаш, қолыңнан бақта келмейді алқаш. Уже шашымдан түк қалған жоқ. Сиырдан ау сойғызып, сатқызып жібердің. Не? Кімге қайдағы бір оңбағанға сеніп, барлық ақшаны неге сүріп әкеттің айсың? Қайтар ақшаны үйге. Қайтар. Қай жерде қайтарсаң да, мен сені өлтірем, мен көзіңді шұқайым. Өлтірем, сені әкең. көтті жыртам. Оңбаған, қайда кеттің сөмелек?
Ayağına yani yazmış. Негізі олардың анамда көрген несіне шындығы ма? Ал енді көп бөлетін адамдар Ерекең өз осында. Мәс, ағалар. Ассауық маға, қалыңыз қалай аға, деніңіз сау маға. Ереке, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Ассауық маға, қалыңыз қалай? Қордақ? Жасанып кеніп алсыздар ғой. Тойға жиналдыңыздар ма? Рымбек қалыңды қалып қашып келген екен. Соны құттықтау бар. Қалай Рымбек? Өзіміздің Рымбек па? Бірақ ол маған айтқан жоқ қой, келін алам деп. Ол саған неме? Не деп айту керек? Сен оған кімсің? Кім болғанда мен оған туысқанымын. Қай жағынан? Енді қай жағынан болғанда оның үлкен келіні бізге құда болып келеді. Ал ана келіннің ана шөбере ағасының енді әйелінің жақын сіңлісі ғой. Бізге құда жаңағы жерде сол енді. Ал алған келіні қай жердікі? Осы жердікі ма? Осы ауылдық ма? Жоқ әлде басқа ауылдық ма? Біздің Рымбек көрікті жігіт қой. Өлі болды басыма. Жеті қарада механизатор болып істейтін Мәулен деген жігіттің қызы. Білуші мен? Аяқтың бәрін былғап бітті. Мәулен? Танымайды екен Мәуленді. Қызы былай қалай жақсы шығар, Жақсы, нағыздың өзі. Керемет сұлу. 10-шы сыныпта оқиды. Бағы ашылды. 10-шы сыныпта? Иә, 10-шы сынып. Пәле бұл жүрмей ма? Қайдағы бәлей? Олар іс болды, бояу сіңді, аяғымен аттап кірді. Анасы орамал салды. Енді оны кім алсын дейсің? Иә. Шаруасын бітірді емес пе? Жарайды, сол аяқ болсын. Ендеше мен сендермен бірге барам. Қайқа? Тойға? Енді Рымбек мен бауырым ғой. Бұл теш. Ой, қырмыз, көзі міне. Арам қатқыздың өзінен ұсташы. Ереке, қолымды бере. Әке қолымды. Жап. Жап дейсіз, сөкіреді ме? Жаңағының мұскетті. Анастыр отырын тоқтасын. Mahsun bilmek. Önüme, Rımбек kayda. Rımбек, Rımбек. Koşuğa, kırığa, bol. Önüme, давай. Азат, тыңдашы. Сен бар ғой, мен әптен зығыр қылдың. Неге? Сен осы үйдің табалдырығынан аттаған сайын бір-бірлері маған жабысатта тұрады. Айналайын. Құсын құтты болсын. Ал. Рахмет апа. Төрлетіңіз. Айналдым сол. Рәке бергеш, қандай бәлені айтып тұрсың? Не айтып тұрсың? Рәке мен білесің ғой, мен өмірінде шыбын өлтірген адам емеспін. Рәке қойшы осындайың да? Былтыр Алматыдағы туысқандардың ақшасын кім ұрлап әкетті? Сонда не, мен Алматыдағы туысқандардың ақшасын ұрлаған? Сен? Қойшы Рәке осындайыңды. Сонда менің әке шешем ұрлады ма? Ол үйде бізден басқа ешкім болған Рәке жоқ. қойшы осындайың да? Әттең қолыма түспей кеттің. Қолыма түскеніңде көкөнді көрсететін ем. Қал қазір менің басымнан жұмысым асып жатыр. Саған қарауға уақытым жоқ. Кетші. Жарайды Рәке. Масқара болып жүргеніңді туған туысқандарын қолдағанын көргің келмесе, көрмей-ақ қойсын, маған бәрібір. Тұра тұр. Оған да масқара.
сенің алған қатының. Ана Мауленбайдың қызы ма? Иә. Білемен оны жақсы. Қайдан білесің? Өткен жылы Жетіқарада мен сен қатынмен жатып шыққам. Немене? Иә. Бірақ сен жаман ойлап қалма. Мен мас болатын. Қойын алған жігіт жалғыз мен емес шығармын деп ойлағам. Ол астыма келді да бұтын талтайып жата салды. А мен не істемек? Тарт қолыңды. Сен мен бүгін онымен бірге болдым ғой. Бірге жаттым ғой. Оның пәктігіне көзім жетті ғой. Ол саған қатты қарсыласты ма? А? Жоқ, аздап. Көрдің ма? Аздап. Білеме ол сен қатыныңды? Бұзылған неме ол? Тарте қол. Бар құры бар. Не деп тұрсың? Бар кетші бар. Көргім келмейді. Аузына келген оттап, қарғыдай едік білдік мұны. Көргім келмейді мен сені. Ай! Азат, мен ешқандай да Азатты білмеймін. Сіз кімді айтып тұрсыз? Мен түсінген жоқпын. Мен саған естедім. Неге ұятқа қалдырдың мені? Не істедім мен саған? Мен осылай ұятқа қалдыратындай. Мен сол үшін. Шыдыры. Амансыз ба, апа? Амансың ба, балам? Қалыңыз қалай? Жаман емес. Сауда қалай, апа? Жақсы сауда. Міне, 250 теңге таптым. Жақсыз ғой, апа? Өткен 7-де ауырып қалдым. Суық болды. Сүйегімнен суық өткен болу керек. Саудам да жүрген жоқ. Міне шүкір Аллаға. Көрдің ғой. Жаман емес. Дұрыс, апа. Жайылымға баратырмын, досыма. Жақсы барат таңдап берем деген. Көреміз? Бірақ білмеймін, есекпен жете алам ба, жете алмайым ба? Менің баламның аты бар еді. Арықтан өлейін деп тұрған. Ай, ананы сой. Сөйтсем балам тілімді алмады. Соймады. Ақырында арам өлді. Егер ол өлмесе, сорпасын ішіп қалар ем ғой. Көрмейсің бе? Апа. Жарайды, апа. Кеттім мен. Жолың болсын, балам. Чекай.
Tüy. Anın şıkkır. Жаның шықсын жүгірмек. Қалайсыңдар? Аманшылық. Қожайын қайда? Жайылымда кештеу келеді. Ей! Сен үшіншіңе екі қабатсың ба? Мен тіпті екіншің бар екен білмем. А? Жоғары шық. Күйеуің кешке таман келем деді ма? Иә. Маған бір жақсы жылқы берем деп уәде берген. Соны алып кетуге келдім. Жынды ма? Мас болып отырып айта салған шығар. Сау ма, мас па, адам уәде бергенсін істеу керек қой. Сен не қонаққа арақ құймайсың ба не? Күйеуің ішуді қойып еді, а? Сендер сөйтесіңдер ме? Мүмкін кешке келген соң бірге ішерсіңдер. Күте тұр. Талмадың жарым сен күйеуіңді. Уақыт жоқ. Шаруа көп. Кішкене қойсайшы. Не болды саған? Құш. Құш. Bayın kızı.
Emin sana ayттım ғой, менде уақыт жоқ деп. Мен шаруам көп, айттым ғой мен саған. Өзім де білмеймін. Қазір келіп қалады. Сендер әлдер бар ғой. Салтты білмейсіңдер. Алыстан қонақ келгенде қонаққа жөндеп қонағасын беру керек. Жөндеп. Не анау? Бірақ пен қадырмау керек. Біз кедейміз ғой. Күнде балалардың өзі бүйтіп тамақ ішпейді. Тамақ жағынан ұят тұғымыз. Кел екеміз. Күйің жоқтың. Ойнайық. Құдай етсін сені. Мұның не? Қой, сен күйеуімнің дос емессің бе? Іштен кетпейді. Қой. Іштен кетпейді. Мен бүгін ертең босанғалы тұрған адаммын. Азат, өтінем, тастап кетпеш. Мен босанайын деп жатырмын. Баланы қабылдап алуға көмектес. Азат, өтінем, Азат. Тапқан екенсің май шелпекті. Байын келгенсің бәрін айтып бермекшісің. Бала шағамады мен ант етейін. Бізден басқа ешкім де білмейді. Азат, бұл қиын шаруа емес. Керегін өзім айттырам. Кетпе! Азат, ақша берем. Буфетте керегінше алда. Gel. Жәрдемдес. Ақжайман алда. Төсе. Бала келіп қалды. Бол. Бол дедім ғой.
Тоқташ. Тоқта. Сен кімсің? Нұрлыбек, осы ауылдан болам. Әкең аты кім? Құрманбек. Нұрлыбек. Анау клубқа дейін апарып тасташы. Операциядан кейін келе жатырмын. Бір аяғымнан қысқа болып қапты. Жоқ, апарамайым. Неге? Атым өлейін деп тұр. Апарып тасташы, жыламашы. Бұл бүкіл семьядан мені ғана көтереді. Берші атыңды. Апарып тасташы. Жоқ, апарамаймын. Түсе. Түс. Салға, жүр. Тоқта! Аға, тоқта! Тоқта! Аға, тоқта! Аға, тоқта! Аға, тоқта! Тоқта! Стара, тоқта! Өтірем! Өтірем! Стара! Oldu. Gidin. Gidin. İşek. Өй, бос аяғыңды. Өй, орам қатқыр. Өй, қойшы деймін ау. Өй, жаманды атқыр. Бұға келей. Көрсетерім мен саған.
Ойбай. Ойбай. Ойбай, тізем ай. О, жарықтық-ай. Зарас. Сарамай, мені сен айтшы алғалай, айнәлі айналайын қыралай отырсың жайдау құрамай мәнісін айтшы қалқам бұл қалай. Әй, байқап сөйді. Немене? Ұшы. Әй, жерге қазып қағып жіберем. Кіммен сөйлесіп тұрған білесің бе? Жап аузыңды. Қарай бұны. Ой, жалғанды дия десекші. Әгіз ақып бойды қат. Ой! Оу! Кім бар оу? Оу! Кім бар ой? Оу! Сендер әлі ұйқыдан тұрмағансыңдар ма? Амансыз бата. Қалыңыз қалай? Қал жаман емес. Сендерге сыйлық әкелдім. Рахмет ата. Әлгі бауырыңды ит жетекпілеп сабап кетті. Үсті басы қызылала қан. Соны әкелгім де келген жоқ. Қанша адамшылықтан шықса да, заты адам ғой дедім де... Сіз айтып тұрсыз? Азат па? Ол қайда? Әне? Арбада жатыр. Ай, үсті басы қызылала қан. Мен өз ылғи сүйтемде жүрем ғой. Ана өткен жылы жазда бар ғой. Деніңіз сау ма? Оны мында немнеге әкелдің? Бірден ауруханаға апармадың ба? Осыдан тартқан азабым аз бет, қолымда ауру шешем бар. Ойбай, сөзді қара. Ауруханаға апармадың ба дейді. Өзің апар ауруханаға. Әне, анауыңды. Менің уақытым жоқ. Қарай көрей бұларды, Рахмет айтудың орнына, ойбай ауруханаға апармайсың ба дейді. Немені арқама салып алып салақтатып бүткіл қаланы аралап жүруің керек пе? Үй, бұл қазаққа жақсылық жассаң да жақпайсың. Бұл не деген адамдар,
жа. Сабыр ет. Бұрын соғысқа қатысқандар да жүр ғой. Бір адам тіршілігін қылады да. Болды енді қарап тұрмайық. Көршілерің шақыр. Жаста бұларын. Мынаны көтеріп түсіру керек қой. Менің әлім келмейді. Оған дейін мен шешеңе барып амандаса тұрайын. Ұят қой әйтпесе. Шешем қалай өзі? Тым нашарлап кетті ме? Ол кісіні кішіншік ауыр ғой. Кеше дәрігерден алып келгенбіз. Дәрігерлер енді адам болмайды дейді. Ей, Алла десеңші. Жарайды. Қызық ай осылар. Ең болмаса бір шай іштеп те айтпайды. Ай, қазақ қышын деген. Қашан көрсең осы, міндет сілетте жүреді. Oyandınız mı? Ağa oyandınız mı? Ояндым. Көптен келмей кеттіңіз ғой. Неге? Келдім ғой мен. Әбден сағындық. Мен де сағындым сендерді. Сабағың қалай, жақсы ма? Иә. 4-5 па? Иә. Мына бұзық болып жүрген жоқ па? Жоқ. Сен қалайсың, Бар, жаман? барыңдар. Тез, бар дедім ғой. Бар. Бер қара. Сен тағы не бүлдіріп жүрсің, а? Қайдағы бір адамдар сені іздеп келіп жатыр. Екі адам тіпті бізді өлтіреміз дейді. Қайдағы ақшаны тауып берді бәле қылып жатыр. Апам қалғалай. Нашар ма?
нашар. Күніңгі кері кетіп бара жатыр. Тағы дәрмек керек па? Жоқ, керек емес. Әкелген дәрің анау ма? Удай ақша тұрады. Бірақ бірде біреуін шипа істемейді ғой. Балалар бір жақта. Шешең бір жақта. Сен жатқан түрің мынау қанғанға боялып. Мен шаршадым. Мен көп болмайым. Кетем жақында. Бүйткенше сені өлтірген артық еді ғой. Бір рет жылап көміп тастайсың. Мен апама барам қазір. Немене? Мына түріңмен бе? Түріңе қараш. Көкпен көк, бетің бет емес. Апам мына түрін көрсе өліп қалады. Мүмкін сол дұрыс болар ма? Аға, ет кетпейсіз ғой? Енді кетпеймін. Ана костюм қалтасында кәмпит бар, барып алыңдар. Кәмпит! Тоқтат! Кәмпит! Берш! Тоқта, қазір бөліп берем. Дастан екеуін не істедіңдер? Ойнадық. Сендер ше? Біз де ойнадық. Суда келдіңдер ме? Иә. Дұрыс болған екен. Апа, Дастан үйіне барайын. Қызым, ана судыға апарып келсіп қой. Апа, Дастан үйіне барайын. Жарайды, бара ғой, тек үстіңді кірлетпе. Иә. Жако, мынаны дұрыстап жаз. Мынаны дөңгелектеп жаз. Осылай. Жако. Бүгін не істедіңдер? Айман тәтенің үйіне бардық. Оның үйінде не бар? Теледидар бар. Не көрсетті? Кәдімгі адам аспанда құс сияқты ұшып жүр. Жако, өтірік айтпаш, адам аспанда ұшалмайды. Мен өз көзіме көрдім, сен де көрдің.
Ол шын ұшып жүр ма, өтірік ұшып жүр ма? Оның керегі не сендерге? Сендерге әйтеуір көрген кезде қызық болды ма? Иә. Иә? Саған ше Мадира? Иә. Болды. Аға, мектепке барғанда бағада портфель сатып бересің бе? Сатып алып берем. Apa. Apa. Мен ғой. Балам. Қайда жүрсің? Тағы да төбелескенсің бе? Апа. Апа. Неге баға бақыраясыңдар? Мама шаршап келді. Жаз. Балдарды шошытпашы. Жүрш, демалшы кішкене. Жүр. Біз айнаспен іштік. Онда тұрған не бар? Ештеңке жоқ.
Мен сендерге әбден тойдым. Көргім келмейді сендерді. Көргім келмейді. Көрмейсің. Құлыным сол. Есіңде ме? Сен мені атаңның арбасын отырғызып, көрші ауылға апарып едің ғой. Сонда үндінің киносын көріп едік қой. Мен соны әлі ұмытатын емеспін. Сонау алыста ел жұртының бәрі шетінен көңілді, қуанышты, шырқатып әрі ән салады. Өздері мың бұралып бар ғой, билейді. Сонда сол кинодан үнді деген ел бар екенін көріп едік қой. Шіркін. Сол елге бір барып келсе ғой. Құдалар келгенде құдаларды қуып шығып масқара болып еді ғой. Апа, жата бер. Ай, білеміз ғой, оны құдай келсеңші. Қай бір жетіскен дейсің. Үйде біреу бар ма? Анау қайда жатыр? Жүр, ана білмеді. Жүрек. Амансың ба? Есенсіз ба? Аманмын. Отырайық. Алла. Денсаулығың қалай? Жазылып келем. Қаладан дәргер келді. Жазылды деген осы деді. Мен қалаға барып келдім. Бағира қалаға барып келді. Ұлы үлкен адам дейді. Үлкен бе, кіші ме, әйтеуір ғайдың бастығы дейді ғой. Мәшәндік.
Näşendik. Құдайға шүкір, балам бай тұрады. Екі телевизоры бар, келінде де, балада да, сымсыз телефон. Мұнандай кішкентай ғана. Иә. Мұнандай ғана. Иә. Әй, сол телефонмен бар ғой, әлгі басқа қаладағы қызыммен сөйлестім ғой, шіркін. Әй, рахат-ай десеңші. Несін айтасың? Балам бар ғой, көп ақша табады. Міне, көйлек сатып алдым. Өзіме керек жарақтың бәрін алдым. Машинесімен қыдыртты ғой. Бармаған жеріміз жоқ. Машинесі үлкен. Қазіргі машинелер бар ғой әлгі. Джип деген. Жіп? Жіп емесей, джип дейм. Машинасы жіп дейді. Тауба. Тауба, Құдай маған жақсы бала беріпті. Құдайға шүкір. Балаң жақсы болса, әкесін жерлегенде неге келмеді? Ей, мұнау не дейді? Менің балам бар ғой, ана жұмыс бабымен кетіп қалған болатын шырағым. Сен өлгенде немене, ана туған туысқандарың бірден жиналып, асып тасып келіп қалады ғой деп пен, Мен қазір өлейін деп жатқан жоқпын. Ай, осы сен бар ғой? Байға, жарайды, тұрайық. Біз ана Рахимовтар Құдай тамақ бергел жатыр еді. Соған кетіп бара едіңіз. Жолай саған әдейі соға кетейік деп келдік. Жарайды, бол, жүр, тұрайық. Біз сүйретіліп жеткенше аналар тарқапта кетер. Дұрыс. Біздің аяғымыз жеңіл болсын. Тез тұрып кет. Ей, бол тез. Жарайды. Жүгірмеңдер әрлі-берлі. Мұна сүтке су құм құйдырдыңдар ғой. Сосын осын өздерің ішесіңдер. Не болды сонша Майғалип? Балаларға ойнай берсін. Сүтіңе құм шашқан ешкім жоқ. Сен аузыңды жап. Қорғаныш бола қалуын. Жетпеген осы еден. Азат, сен қашан кетесің? Ақша келмегеніңе де біраз болды. Көп тиын пайдаң жоқ. Оның үстіне аурусың. Өзіміз тамаққа тоймай жүргенде ендігі жетпеген сен едің. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Қазір асықтарды бояп болған соң дуалды жөндеймін. Ертең кетем. Бірақ балдарға айтпашы. Уайымдайды айтпесе. Таңертең олар ұйқыдан тұрған кезде мен бұл жерде болмаймын. Ал тамағыңа тіптен ортақ болмаймын. Бұрында азы шүшедім. Бірақ сен мені кешір. Мен түнде мамамның қасына жатқым келеді. Білмеймін, бұдан кейін көрем ба, көрмеймін ба? Болсаң бола ғой. Мен балаларды алып ана ас үйге барып қонам. Сенің шешең шыңғырған даусынан жынданатын шығармын. Азат, сен соңғы кезде атама қатты ұқсап барасың. Басыңа тақи киізіп қойса, аумаған атам болып шығасың. Бірақ ол сенен гөрі ірірек, әрі сымбаттырақ болатын. Есіңде ме? Атамыз қандай тамаша болушы еді. Сені қалай жақсы көруші еді. Иманды болсын. Атам бәріміз жақсы көреді. Жоқ. Сен ерекше жақсы көреді. Соңғы кезде түсіме қайта-қайта кіріп жүр. Құдай тамақ беру керек пе? Мынау Бабу? Папа? Бабу? Папа? Бабу? Папа? Бабу? Папа, не плачь, я еще не умер. Құлыным, сен менің балаларымның ішіндегі ең мейірімсіз едің. Сені бәрінен артық көруші едім. Мен қазір бәрін де ұмыттым.
Тек сені ғана ұмытқаным жоқпын. Сен өзіңнен кейінгі қарындастарыңды ойнатып жұбатушы едің. Мен ауырғанда да мені күтіп баушы едім ғой. Есіңде ме? Мен жиі ауыра беруші едім ғой. Аурушаң едім ғой. Сен әкең мені соққыға қатты жыққанда да сен арашашы болушы едің ғой. Құлыным, сен жастайыңнан қой бақтың, жемішке саттың. Есіңде ме? Сен маған бірінші рет төплеймен көйлеп әкелгенің. Құлыным-ау, жұрт сияйында әртүрлі сөздер айтады. Бірақ мен оған сенбеймін, құлыным. Өйткені сенде балалық шақ болған жоқ қой. Оған мен кінәлімін. Кешіре көр, құлыным. Болды. Жетті. Енді бұдан әріге менің шамам жоқ. Қажет қанша. Сені де, өзімді де қинап. Балам, сен кетіп бара жатырсың. Маған да кетуге көмектесе көр, құлыным. Көмектес! Апа, не айтып жатсың? Құлыным! Апа, олай демеш, апа. Құлыным! Көмектесе көр. Тек сен ғана маған көмектесе аласың, құлыным. Апа, олай демеш. Көмектесе көр. Көмектесе көр. Апа. Көмектес. Сені де, өзімді де қинаудың керегі жоқ. Көмектес. Апа! Көмектес. Көмектесе көр, құлыным. Көмектес. Көмектес маған. Қорықпа. Бұл менің ғана күнәм болады. Апа! Көмектесе көріңдер. Апа, олай демеші. Керек жоқ. Қорықпа, құлыным. Керек жоқ, апа. Олай демеші, апа. Сен тоқта. Бұл сенің күнәң емес. Менің күнәм. Мен сен үшін Құдай алдында өзім кешірім сұраймын. Апа, керек жоқ. Керек жоқ, апа. Апа, олай демеш, апа. Көмектесесің.
Көмектесесің сен маған. Құлыным. Көмектесе көр. Apa. Болды. Болды. Бол. Талдан таяқ жаспалай, таянбайдай бала бүркіт түлкіден. Аянбайдай угаяйын сашай бір балай. Қос етек бөріңден қуалай соғар қоңыр жел. Қарайғанға қараймын, қабанба деп қамшылаймын атымдай. Шабанба деп угаяй, ән салшай бір балай. Қос етек бөріңден қуалай соғар қоңыр жел. Өткеннен де сұраймын, кеткеннен де қосқалғаның ауылай. Aman bade hugaya
шай бір балай. Қос ете оран бел қуалай соғар қоңыр жел. Қос ете